Бизнес жасау үшін ең бірінші не керек? Сізге келген идеяларды жазып отыру. Олардың барлығы әрине бір гипотеза. Жақсы идеялар келу үшін біріншіден көбірек аралау керек. 20 түрлі нишалар тестілеген, соның арасында 3 идея атқан идеяларымыз бар. Қазір 21 ғасырда фриланс мүмкіншілігі жақсы дамып жатыр. Қайырлы күн достар, бүгінгі біздің шығарылымда біздің кейбір подписчиктерімізден келген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бизнеске қатысты. Сол сұрақтардың жауап ретінде сіздермен бөлісетін боламын. Жалпы бірінші сұрақ мынандай. Инстаграмнан келген. Сіздерді келесі выпускқа, шығарылымға астында комментарий қалдырып, өз сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Есте сала кетейін. Бірінші сұрақ мынандай. Бизнес жасау үшін ең бірінші не керек? Фархат деген ағамыз, бауырымыз жазыпты. Бизнес жасау үшін ең бірінші не керек? Біріншіден, әрине көп кәсіпкерлерінде осын сұрайтын сұрағы, бастауыш кәсіпкерлерде әсіресе бизнесті неден бастасақ болады, не істеу керек деген секілді. Принципе, бір-біріне ұқсас сұрақтар. Ең бірінші сізге керегі бұл керемет болмаса да бір идея керек. Сізге ең банальный, қанша банальный болса да сізге жақсы бір идея керек. Әрине ол жүрген идеяларда. Яғни идеялардың кейбіреулері жүрмей қалады, кейбіреулері атпай қалады. Сондықтан сіздің міндетіңіз сізге келген идеяларды жазып отыру. Яғни сізге бір идея келіп жатқан жоқ шығар. Әртүрлі идеялар келеді. Ананы істеп көрсем қалай, мынаны істеп көрсем қалай деген секілді. Олардың барлығы әрине бір гипотеза десек болады. Гипотеза дегеніміз, яғни тестіленбеген бір тұжырымдама жасайсыз. Осы арқылы ақша табуға болады деген тұжырымдамалар. Осы идея іске асу мүмкін деген сияқты сізге бір ой келеді алғашқы кезде. Сіздің күнделікті өміріңізге байланысты идея. Енді идеялар сіздің жүрген жағыңызға қарай келеді. Мысалы, сіз ауылда тұрып жатсаңыз, ауылдың аясында идея келеді. Егер де сіз мысалға Астанада, Алматыда тұрып жатсаңыз, соған қарай идея келу мүмкін. Немесе мысалға Калифорния тұрып жатқан адамға басқаша идея келеді. Сол жердегі технологический идея келіп жатады. Соған орай идеяны, жақсы идеялар келу үшін біріншіден көбірек аралау керек. Бұл жерден бір жақсы инсайт. Сізде бір жерде отырып қалмау керек. Ауылыңызда, өз қалаңызда отырып қалсаңыз, соған қарай қатысты ғана идеялар келетін болады. Жақсы, качественный идеялар келу үшін көбірек ел аралап, көбірек кітап оқысаңыз, көбірек идеялар келеді. Енді сол келген идеяларды дұрыс сұрыптай білу қажет. Яғни солардың арасында әрқайсысын түртіп отыру керек. Күшті бір идея келіп қалды ма, жазып отырыңыз. Өйткені ол келген идея келесіде келмей қалуы мүмкін. Ұмытылып кетеді, қоя саласыз. Сондықтан ең дұрысы соны қағазға кәдімгідей идеялар деген қағаз арнап, немесе сотыңызға application качать етіп, жүктеп, постоянно келіп отырған идеялар жазып отырыңыз. Келген идеялардың арасынан кейбіреулер қайталанып келеді, немесе более качественный версиясы келеді. Өйткені идея деген тек просто бизнес-план күйде сізге келе салмайды ғой. Сізге шикі күйінде келеді. Сондықтан шикі күйінде келген идеяларды сіз жәйменде пісіре бастайсыз. Мысалға делік сізге 10 идея келді, 10 түрлі вариант келді. Соны қайсысы жүреді, неден бастауға болады, білмей жатасыз, кейде шатасып жатасыз, не істеуге болады, қайсысы дұрыс, қайсысын жасау керек, қайсысын жасамау керек. Оны уже ары қарай тестілей бастау керек. Қайсысы қазір рынокқа қажет, қайсысы жүріп кетуге болады. Оны сіз алдын ала білмейсіз, қайсысы жүретін, жүрмейтін. Әркім сізге айтуы мүмкін, бұл идея болмайды, бұл идея болады деген сияқты. Сіздің міндетіңіз соны тестілеу керек болады. Яғни сол келген идеяны тестілеп, соны мысалы өнім болса, товар болса, оны сатып алып, сатып көрсеңіз болады. Немесе сатып алмай жатып, жарнамалап көрсеңіз болады. Әртүрлі форматта тестілеп көру керек. Сол кезде ғана оның іске асатын аспайтын білуге болады. Ал егер олай ешқандай әрекет болмаса, ол никогда білмейсіз, ол идея жүретін бе еді, жүрмейтін бе еді, заранее білу қиын. Сондықтан
сұраққа қысқаша жауабымыз: бизнес жасау үшін бірінші идея керек, оны тестілеу керек. Бір идея емес, жүретін бір идея. Жүретін бір жақсы идея келу үшін, ату үшін сіз көптеген идеялар келу керек. Олардың арасынан сұрыптап көптеген идеялар тестілеп көру керек. И солның арасынан міндетті түрде жақсы бизнес шығады. Ал бізде осы күнге дейін бір алдында 15 ет, бір 20-ға жақындағанша 20 түрлі нишалар тестілегенбіз. Соның арасында 3 идея атқан идеяларымыз бар. Үшеуі жүрген. То есть конверсия болады. Сізде 15 идея болса, соның үшеуі атады, біреуі атпай қалады, тестілеп көресіз, болмай қалады. Солай жаңа идеялар тестілеп, әрине бір бизнесіңіз жүрген болуы мүмкін, онымен тоқтамау керек. Әрдайым жаңа басқа бір өнімдерді, сол бизнесіңіздің ішінде жаңа өнімдер тестілеп отыру керек. Жаңа каналдар тестілеп отырасыз. Немесе жаңа полностью басқа салаларда идеяны тестілесеңіз болады. Тағы бір сұрағымыз бар. Бұл қазақ ежелден саудамен, бизнеспен айналысқан. Сол кездегі бизнестен қазір алатынымыз бар ма? Нұрлан бауырымыз жазыпты. Білесіздер, бізде ата-бабаларымыз ежелден саудамен айналысып келген. Оның ішінде мал шаруашылығымен айналысқан. Яғни ірі қара жылқымен айналысқан, қоймен, ешкімен айналысқан. Ғұн тайпаларынан бері, сол заманнан бері біз осы малмен айналысып, сол малды басқа шетелден келген саудагерлермен айырбастайтын болғанбыз. Тарихқа қарайтын болсақ, 19 ғасырдың орталарынан бастап бізде ярмарка формат, қазір бүгінгі таңдағы ярмаркаларды көресіз, сондай ярмаркалар басталған. Шетелден жібек жолы арқылы шетелдің саудалары келіп, Қытай бар, басқа Ресейден келеді, әртүрлі саудагерлер келіп, сауда-саттық болатын болған. Ол жерде тек сауда-саттық емес, концерт болған, күрес, айтыс, үлкен концерт форматына ауысқан уақыт өте келе. Дегенмен жалпы біздің ең басты шаруашылығымыз бұл біздің мал шаруашылығы қазақтарда. Ол жерден біздің алатынымыз бұл егерде бүгінгі таңда, егерде сіз ауылда тәжірибеңіз бар болса, мал асырап көрген болсаңыз, малды ұнататын болсаңыз, сонымен айналысыз, онда мал шаруашылығымен айналыссаңыз болады. Бұл жылқы асырау, қымызбен айналысу, немесе түйе асырау, шұбат сату, тағындай қой бақсаңыз болады. Ол жерге бірақ көбірек жер керек, көбірек шөп керек болады. Сондықтан әрқайсының өзінің несі бар, нюанстары бар. Қай жерден тәжірибеңіз бар, сол жерден жасаған дұрыс. Кейде болып жатады, бізде мал шаруашылығымен айналысым келеді, маған инвестиция керек деп келетіндер бар. Бірақ ешқашан малмен айналысып көрмесеңіз, конечно, бұл сізге өтпеуі мүмкін, бұл шаруашылық. Яғни, біз ежелден малмен айналысып келдік. Бірақ ол деген сөз білдірмейді, қазір тек малмен айналысамыз деген нәрсе білдірмейді. Сіздің қолыңыздан ол мал келмесе, сіз көптеген идеялар бар. Қазіргі 21 ғасырға заманауи қатысты нелер көп, идеялар көп. Яғни кезінде жүрген идея, мысалы мал шаруашылығы, қазір сізге, именно сізге жүреді деген гарантия жоқ. Сіздікі нишаңыз басқа болуы мүмкін. Бірақ та алатын нәрсе ретінде мал шаруашылықта үлкен көп ақша бар. Ең басты сіз оны істей аласыз ба, істей алмайсыз ба? Сол қабілетіңіз, тәжірибеңіз, немесе командада ауылда өскен таныс жігіттеріңіз бар ма, таныстар бар ма бірге істейтін. Соған қарай өте маңызды нәрсе. Қазір енді бізде көптеген субсидия, гранттар бөлініп жатыр, мемлекеттен мал шаруашылығын, ауыл шаруашылығын дамытуға байланысты. Сондай субсидияларға, гранттарға неңіз бар болса, мүмкіншілік алуға, онда және тәжірибеңіз бар болса, міндетті түрде айналысқан жөн. Көптеген жақсы мүмкіншіліктер бар. Тағы қандай бізде ежелгі ата-бабаларымыздан қандай тәжірибелерінен алсақ болады? Біз көшпенді халық болғанбыз, яғни малды асырау үшін біз постоянно ана жаққа көштік, мына жаққа көштік. Может, бір жағынан соның арқасы да бар. Жеріміз кең, көптеген жерлерде мал асырадық. Бұл жерде тек малдан ғана опыт
тың орнына көшпенділік жағынан тәжірибе алсаңыз болады. Мысалға қазір 21 ғасырда фриланс мүмкіншілігі жақсы дамып жатыр, яғни сіз сайт жасауыңыз мүмкін, тағы несің таргетингпен айналысуыңыз мүмкін, тағы қандай нәрсе бар, удаленный бір кісілердің өнімдерін сатуыңыз мүмкін, әртүрлі нәрселер жасауыңыз мүмкін, дизайнер болуыңыз мүмкін. То есть бұл мамандықтар, бұл кәсіптер сіз белгілі бір жерде болуыңыз шарт емес. Яғни біздің көшпенді ата-бабаларымыз секілді әр жерлерде тұрсаңыз болады да, удаленно интернет арқылы өз өніміңізді сатып, өз қызметіңізді көрсетсеңіз болады. Яғни көшпенділік жағынан тәжірибе алсаңыз болады. Бір жерде тек Шымкентте емес, тек Алматыда емес, басқа біздің мемлекет, басқа қала, бір ауылдың бір шетіне барып алып, таудың басына отырып, интернеті бар жерде, ноутбугыңыз, интернетіңіз бар болса, қазір көптеген нәрселерді онлайн форматта жасауға болады. Осы жерден тәжірибе алсаңыз болады. Бір жерге байланбау керек. Барлық, то есть бір қалада тұру деген шарт жоқ. Біз көбінесе қай жерге байланамыз? Біз үйімізге байланып қаламыз, қаламызға байланып қаламыз. Неге? Өйткені бір жерде үйіміз болуы мүмкін, соған байланып отырамыз. Негізінде бір жерге байланбау керек. Үйге, затқа, адамға байланып қалмай, егер уақыт сағат келген кезде басқа жерде мүмкіншілік көбірек болса, сол жерде бар жасай берсеңіз болады. Так, бүгіндікке сұрақтар осы. Егерде сіздің ойыңызда қоятын сұрақтар бар болып жатса, осы каналда немесе менің Instagram парақшасында, сайт неде осы бетте көрсетілгендей Instagram парақшама сұрақ қойсаңыз болады, немесе осы видеоның астында комментарий қалдырсаңыз болады. Келесі шығарылымда сіздің сұрағыңызға жауап беретін боламыз. Сіздермен болған Димаш Исабек. Келесі шығарылымдарда жүздескенше сау сәлемет болыңыздар. Әзірше осы видеоны лайк басып, ұнаса лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз, колокольчикті басыңыз және подписка жасап қойыңыз. Келесі видеолар шығып жатса, сізге міндетті түрде хабарландыру келіп тұратын болады. Сау сәлемет болыңыздар, аман есен болыңыздар. Ең бастысы, өйткені аманшылық болса, тірі адам тіршілігін жасайды, өз кәсібін дамытады. Аманшылықта жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.